Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Мен Сәкен Сейфуллин атындағы жалпы білім беретін мектептің география пәні мұғалімі Қармақбаева Инара. Мен бүгін жасанды интеллект арқылы жүргізілген педагогикалық изянды сіздерге ұсынамын. Бүгінгі мақсатым білімді шыңдау, оқушының ой өрісін кеңейту және жаңашыл әдіс арқылы сапалы білім беруге бағытталған. Мен үшін білім тек ақпарат беру емес, ол оқушының жүрегінде тануға деген құштарлықты ояту, өз әлеуетін ашуға жол көрсету. Әр сабағымды теорияны практикамен ұштастырып, оқушыны ізденіске зерттеуге, ойлануға ынталандыру. Мақсатым жасанды интеллект технологияларды сабақ үдерісіне енгізу арқылы оқушылардың білім сапасын арттыру, оқу мотивациясын күшейту және олардың зерттеушілік, талдау, ойлау дағдыларын дамыту. Жасанды интеллект көмегімен күрделі ақпаратты жеңіл қабылдауына жағдай жасап, шығармашылық ойлауын, жеке оқу траекториясын қалыптастыру. Міндетім жасанды интеллект құралдарын сабақ жоспарына тиімді кіріктіру. Педагогикалық изянды дамытуға сабағымды жасанды интеллектпен қамтып отырмын. Сабағымды жасанды интеллектпен оқушылардың жас ерекшелігіне сәйкес және оқу мақсатына бағытталған. Сабақтың тапсырмасы саралап, жұмыс дәптері етіп дайындадым және ол тапсырманы орындауға көмек ретінде авторлық бейне материал жасадым. Осы жасанды интеллект арқылы жасалған 7-9 сыныптардағы сабағымнан үзінді көрсетемін. Температураның күрт көтерілуі немесе түсуін жатқызамыз. Қазақстандағы негізгі қолайсыз және қауіпті құбылыстар. Дауыл мен құмды борандар көбіне орталық және оңтүстік Қазақстанда, әсіресе Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында жиі. Сабақтың тапсырмасы саралап, сараланған тапсырманы жұмыс дәптері етіп дайындадым. Экранға назар аударсаңыздар, менің дайындаған тапсырмаларым А, Б, С деңгейінде көрсетілген.